Қазақстан өте бай ел. Өте мықты күшті өндірісі бар. Өте мықты ауыл шаруашылығы бар. Одан басқа дайындалған өте үлкен мамандары бар, ғалымдары бар. Адалдық пен парасаттылықты тоғылып ұстап, өнегелі өмірін ұрпаққа аманат етіп қалдырған қазақ тарихында өзіндік орны бар аса ірі мемлекет қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев болатын. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев кешегі кеңестер одағы кезіндегі Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметінде болды. Димекеңнің туған қарындасы, мамандығы дәрігер 3 қыз тәрбиелеп өсіріп құрметті демалысқа шыққан Сара Ахметқызы Қонаева, ағасын еске алғанда өзінің әке-шешесі туралы, әсіресе дүниеге көп бала әкелген анасы туралы әңгімені ерекше тебіреніспен бастады. О кісі 15 жасқа келеді, әкеміз 17-ге келеді, сонда 2-10 қосады. Содан біздің шешеміз 11 бала туады. Алматы қаласының тұрғыны Ахметтің отбасында Әмина, Мәмина атты 2 қыздан кейін 1912 жылы 12 қаңтар күні Дінмұхамед атты ұл бала дүниеге келді. Бала кезінен үлкендердің тәрбиесін көріп өскен Димекеңе қажатасы Жұмабай ақсақал көзінің тірісінде батасын берген. Димаш ағай 6 айлық мұнда қайтыс болды. Сонда Жұмабай ата бата беріпті ғой. Біздің Димаш ағаға сен ақылды бол, маңдайыңда кең екен, көзіңді алақан, сен жақсы адам боласың, елге жақсы қара деп содан бата алып. Баталы бала Димаш нөмірі 19-шы мектепте білім алып, 1931 жылы Қазақстан өлкелік комсомол комитетінің жолдамасымен Мәскеудегі түсті металлар институтына оқуға түседі. Ал Ахмет ақсақалдың отбасында Димекеңнен кейін Күләш, Фазира, Нәбила, Гаухар, Едіге атты балалар дүниеге келіп, отбасы толығып жатты. Содан кейін мен келдім. Сара, менен кейін мына Асқар деген. Мен енді баяғыда өзім школда соғыс кезінде жұмыс істегем. Қанша біздің ағамыз үлкен болса да, 43-45 жылда жұмыс істедім. Ана мен әпкемнің қолында тұрдым. Біздің әкеміздің азасы көп семья болғаннан кейін, біздің семья болған әпкелерімізге бөліп берген. Мен столында кадржанттың қолында өстім. Содан кейін Роза деген, Роза, оны баяғыда балан көктеп қайынсыз айтты, алып тастасаңшы мына баланы, немене Құдай бергеннен кейін туам деп 11-ші баланың Розаны. Содан кейін бізге азас государство ақша төлейді, пособие. Мен енді Димаш ағайдан сұрадым, мен қалай білім алайын, айтты. Сонда әлгі баяғыда подготовительный болатын. 4-ші класстан кейін мен подготовительныйға бардым. 45 жылы соғыс біткеннен кейін, онда бізге стипендия төлеткен. Сонда мен ағам айтты, сен енді сол неге бар, стипендия төлейді екен, шешең әкең қартайған, емдейсің деп сосын мен туғым. Енді Роза қазір ол Москваға барды, оқыды, ағаларын жолын қоздап. Мен осы жерде оқыдым. Сосын сол мына қазір кандидатский қорғады. Доктор наук, профессор болды. 1936 жылы институтты қызыл дипломмен аяқтаған Дінмұхамед Ахметұлы Қоңырат Балқаш құрылысына жолдама алып, нағыз еңбек жолын осы жерден бастайды. Кейіннен Риддерде кен басқармасының директоры болып, тау-кен жұмысының қыры мен сырына қаныға жүріп, жақындарына жол көрсетіп жөн сілтеді. Онда айтатұған, жұмыс істеңдер, елге жаман істемеңдер. Біз о кісі материально бір тиын алмадық. Морально бізді айтатұған, ақыл айтатұған. Бірден болса, бұнда не келдің? Аман есен болды бұл жақсы, енді барып семьяңды қарады. Так что ол кісіні біздің әлгі қазір енді олда әлгі социализм болма, не болды ма, әйтеуір ол кісі сол жұмысын әптен берілген адам ғой. Дінмұхамед Ахметұлы еңбек жолын қатардағы кен инженері қызметінен бастап, ғылым академиясының президенті, партияның басшылық қызметтерін атқарды. Атеисті кеңестік қоғамда осындай жауапты қызметтерді атқара жүріп, дінге деген құрметін, имандылығын жоғалтпады. О кісі Құранды біле тұған, арабша біле тұған. Біреу Құранды дұрыс оқпаса, сен бұлай болмадың деп. Енді жеңгеміз де ділшін болған. Ол кісі мына айттар болғанда өзінің тамағын пісіріп,
Біз бара тұрғанбыз, жүрегі дінді бәрін біле тұрған. Содан ғой әлгі даже моласын әлгі суретін салмаған. Мен бүткіл Қазақстанның оңтүстік облыстарының бірін шетінен қыдырдым. Халық қойшыларымен, сап қойшыларымен, мамандарымен, дін қызметкерлерімен көп сөзі болды. Мен жүрісіні бастадым алдымен Жамбыл облысында. Жамбыл облысының бүткіл әулие жердің бәріне барып, Құран оқытып, садақа бергіздік, елдер айтқаны бойынша. Одан ары мен Шымкент облысына бардым. Шымкент облысы ең алдымен бастағаным мен болғаным Қожа Ахмет Яссауидің басына бардым. Ол айту керек, облыстың басында мен қызметші болған кезімде жыл сайын бара тұрғанмын. Ал ода бері бар етқаннан кейін басқа әулие жердің бәрін қыдырып, яғында Ташкентке барып, Ташкентте Төле бидің бастамағанда Құран оқыттық. Кеңестік қоғам құрдымға кетіп, еліміз тәуелсіздік алған тұста, құрметті демалысқа шыққан Димекеңнің қасиетті, әулиелі жерлерді аралап қайтқан сапарынан кейінгі ойлары осындай болатын. Қалай десек те, тарих бұрмалауға келмейтіні сияқты, жүріп өткен ізді де өшіре алмайсың. Міне өзінің қаласын жақсы көреді оған, өзінің туған жерін. Содан неше жаса әйтеуір жақсылық істеді ғой. Міне Медеу деген ол Димаш ағайдың арқасы. Ол кісі міне 36 жылы барып істегенде бірінші өлге главный инженер бол дегенде жоқ, мен рабочий болар деп взрывник постеген ғой. Соның бәрі опыты келіп, міне Медеуді ол кісі алып, өзі не қылып, қазір үлкен каток болды. Сосын айтады ғой, әлі кейін Брежнев менің арманым осы метро болсын деп. Оның ақшасын әлгі разрешение алыптан Брежнев, бірақ сол метро қазір шығып, біз қуанып отырмыз. Димекең армандаған жер асты жолы тәуелсіздігіміздің 20 жылдық мерейтойы қарсаңында іске қосылды. Көк байрағымыз күнмен шағылысып, дамыған елдердің қатарына қосылуға ниеттеміз. Білікті елбасының көреген саясатының арқасында жүзеге асып жатқан еліміздегі осындай өзгерістерді Димекең көрсе, елі үшін, жері үшін, халқы үшін қуанары сөзсіз еді. Қазақстанның өндірісі 8-ден артық қабатты асты. Ауыл шаруасы 7 қабаттан асты. Құрылысы 8 қабаттан асты. Халықтың тұрмысы өзгерді, жақсарды. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 1974 жылы инфаркт алғаннан кейін шылым шегуді қойып кетсе де, оттық шақпақтарды жинайтын. Аңшылықты жақсы көргендіктен мылтық жинаумен әуестенетін. Жолыңыз түсіп, Қонаев мұражайына кірсеңіз, Димекеңнің қолының ізі қалған мылтықтары мен ол кісіге сыйға тартылған көптеген қаруларды көре аласыз. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев мұражайы 1994 жылдың 24 ақпанында елбасымыз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қонаевтың есімін мәңгі есте қалдыру мақсатында қол қойылған қаулысына сәйкес ашылды. Мұражай салтанатты түрде өз көрермендеріне 2002 жылдың 12 қаңтарында ашылған болатын. Қонаев мұражайында 2 экспозициялық залдан, яғни қызыл көк залынан, мемориалдық жұмыс кабинетінен, кітапханадан және де Қонаев ғылыми орталығынан құрылған. Қонаев мұражайының келушілері сан алуан, яғни оқушылар, студенттер келеді. Және Қонаевтың қызметтес әріптестерін Қонаев мұражайында ылғи да дөңгелек стол өткізіп шақырып тұрамыз. Және де студенттермен кездесу өткізген кезімізде өзінің болашақ мамандығына байланысты Қонаевтың қызметтес әріптестерін шақырамыз. Мысалға, құрылысшылар болса, Қонаевтың кезінде құрылысты басқарған азаматтар шақырылады. Қауіпсіздік комитетінің студенттермен кездесу өткізген болатын. Жақын арада ол жерге Закаш Камалиденов шақырылды, Шабдарбаев Амангелді. Яғни өзінің мамандығына байланысты көз көрген ізбасарларын шақырып отырамыз. Қонаев мұражайында қазіргі таңда 3200 жәдігер сақталынуда қорымызда. Мұражайда Қонаевтың жары Зухра Шәріпқызының қолөнер туындылары мен әр кезеңдерде жинаған түрлі фарфор ыдыстары да қойылған. Жеңгеміз екеуі 50 жылдан көп тұрды. Жеңгемізбен 37 жылы танысқан.
әлгі Балқашта жұмыс істегенде. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев өзінің көзі тірісінде құрылған халықаралық Қонаев қорының негізгі мақсатын өзі ашып айтып, айқындап кеткен болатын. Өздерге белгілі демалысқа шыққанға 7 жыл кетті. Бұл 7 жылдың арасында мен елден, жұрттан, халқымнан қол үзгенім жоқ. Даже бұрынға қарағанда менің қатынасым, байланысым одан молырақ болды. Осы 2 жылдың арасында бір талы облысты қадырдым. Колхозшылармен, совхоздың жұмыскерлерімен, олардың бастықтарымен, өндірістегілермен, жұмыскерлермен бәрімен қатынасым күшті болды. Қажылармен сөйлестім, молдалармен сөйлестім, студенттермен сөйлестім. Аудандық облыстық әкімдермен де сөйлестім. Ал сөзіміздің аяғында олардың айтатын сөзі, сіз неге қорашпайсыз? Қорашу керек сізге. Біздің басқа республиканың бастықтарының атынан қорашылып жатыр. Оның пайдасын көріп жатыр деп сонда ұсыныс кіргізді. Осы ұсынысқа менің бірге бұның қызмет істеген достарым ағайын олар да қосылды. Ал өнен кейін шетте жүрген ағайындар да олар да қосылды. Сол туралы мен елдің айтқанынан шыға алмадым. Сол туралы қор құрылды, өзінің заңды орын алды. Бір 1992 жылы 23 тамызда Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев өмірден өткеннен кейін халықаралық Қонаев қорын Димекеңнің немере інісі, бауыры Асқардың баласы Елдар Асқарұлы басқарып келеді. Қонаевқа қатысты нәрселер сатылмауы керек, халыққа тегін, тиімді, пайдалы болу керек дейді қор президенті. Халықаралық Қонаев қоры негізінен Дінмұхамед Ахметұлының мерейтойларын өткізумен, дүниеге келген, дүниеден өткен күндерін еске алумен айналысып отыр. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арнайы қаулысымен Димаш Ахметұлының есімі мәңгі есте қалу үшін мұражай ашу, көшеге есімін беру, кен ісі институтына есімін беру, үлгілі студенттерге, жас ғалымдарға арнайы стипендия тағайындау шаралары жүзеге асты. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы гуманитарлық университетте Димекеңнің батасымен өзінің көзінің тірісінде ашылған болатын. 20 жылға тарта жұмыс жасап, білім іздеп, білмек болған жастарды өзінің қанатының астына алған университеттің жетістіктері аз емес. Жыл сайын біз Қонаев оқуларын жоғарғы оқу орындарында студенттердің арасында өткіземіз. Осы жақында ғана осы тарихи институттың бастамасымен осы университетте конференция өтті, сол үшін 100 жылдығына байланысты. Ал енді алда қандай шаралар болатынын біз енді университет атын алып жүргеннен кейін көп шараларға өзіміз қатысамыз ба деген ойымыз бар. Өзіміз қоғамдық ұйымдар бар, жеке азаматтар бар, бәріміз бастамашы топ құрып, ол кісінің 100 жылдығын осы жыл бойы өткізсек деген ойымыз бар. Неше түрлі спорт жарыстарын өткіземіз дейді, айтыс өткіземіз дейді, байге, сондай шаралар өтеді. Біздің енді университетіміз осы уақытқа дейін гуманитарлық саладағы мамандар дайындап келді. Бірақ Димаш атамыздың өзінің мамандығы тау-кен байланысты, техникаға байланысты, ол кісі техника ғылымының докторы, профессор, академик. Сол себептен біз енді кішкене кеңіп жатырмыз. Бұрын 2 қабатты ғимаратта болса, қазір 12 қабат ғимарат. Жеріміз, Құдайға шүкір бар. Соған арнап лаборатория жасап, басқа да жағдай жасап, сол кісінің мамандығына байланысты кейін маман дайындасақ па деген біздің ойымыз бар. Оған бүкіл мүмкіншілігіміз бар. Мен ойлаймын, ол да келешектің ісі, ол да болып жатама деп ойлаймын. Жүйріктерде жүйрік бар, қазанаты бір басқа. Жігіттерде жігіт бар, азаматы бір басқа демекші, өзінің еңбек жолында азаматтық танытып, өмірі мен ұрпаққа үлгі болып қалған мемлекет қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 2012 жылдың 12 қаңтарында 100 жыл толды. Өздеріңіз білесіздер, Дінмұхамед Ахметұлынан тұяқ қалмады. Тұрған үйін үнім Диярға қалдырған болатын.
100 жылдық мерейтойына орай елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арнайы қаулысымен Димаш Ахметұлының бүкіл ғұмыры өткен 4 бөлмелі пәтері мемлекеттің қарауына алынып, 2012 жылы 12 қаңтар күні Қонаевтың мұражай үйі болып ашылды. Келемдеушілерге есік ашық. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 100 жылдық мерейтойы бір күндік ғана шара емес, жер-жерде жыл бойы жалғасын табады. Халықаралық Қонаев қорының атынан Дінмұхамед есімді азаматтарға арнайы қалта телефон естелікке сыйға тартылатын болады. Үкіметтің қолдауымен мемлекет тапсырысы аясында Қонаевтың әр кездегі суреттерінен жинақ құрастырылды. 2 тілде күнтізбе шығарылды. Үлкен